Сәлем достар, итальяндық пирог 12 ас қасықпен өлшеп жасайтын, миксерсіз үлпілдеп көтерілетін, сап-сары түсте пирог жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліңіздер. Каналдан сіздер ерекше рецепттер, қолөнердің түрлерін және денсаулыққа пайдалы видеоларды таба аласыздар. Бізге кез келген осындай ас қасық қажет. Алдымен табамызға 3 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне 12 ас қасық санап қант қосамыз. Қасықты толтырып салу міндетті емес, барлық заттарды қасықпен біркелкі етіп өлшейміз. Және оларды венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді үстіне 12 ас қасық сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, менде жаңа ғана холодильниктен шыққан сүт. Енді венчикпен араластырамыз. Бұл пирогтың ерекшелігі, барлық заттарды таразысыз 12 ас қасықпен ғана өлшейміз. Енді массамызға 12 ас қасық сұйық майды қосамыз. Енді барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан соң 12 ас қасық ұн қосамыз. Мен алдымен 6 ас қасық ұнды електен өткізіп қосып, бір араластырып алдым. Сонда біздің пирогымыз үлпілдек әрі жұп-жұмсақ болып көтеріледі. Енді қалған 6 қасық ұнды салып, електен өткізіп, оның үстіне 10 грамм разрыхитель қостым және барлығын жақсылап бір тегіс бір массаға келгенше венчикпен араластырамыз. Бұл пирогтың қамырының өзі нәзік, сап-сары әрі осындай созылмалы болып келеді. Енді формамызға барлық салмамызды қосып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын, нәп-нәзік үлпілдеп және көтеріліп піседі. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, ешқандай таразысыз, миксерсіз жасалынады. Басқа да видеоларым жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.